Ja. Мынандай не алдым. Мышка алдым. 700 теңгеден болды, сосын 1200-ден, сосын 2000-нан болды. Мен 700-дікін алмайым дедім, сосын сразу біраз уақыт ойланып тұрдым да, одан кейін 200-дікін алайын шығармын дедім. Бірақ одан кейін қойшы 2000-дікін алайын деген, бірақ 2000-дік өте қымбат болған жоқ. Мен өзім 2000-ні алып келдім. Басында беспроводной аламын деген. Қараңыздар, қандай әдемі 90 жылдық әдемілеп тастапты сахнамызды. Осы жерлерде концерт болады. Короче, анау не деген әдемі. Келіңіздер, көріңіздер, менің концертім болады болашақта сахнаның арада деген ба. Міне арасында ақша тұр. Өзімнен айым бақсамды. Бірақ сонда да 200-дікін алдым да 800-дікін алған бұрын мен ноутбук 2014-те алдым, ал 2015-те менде беспроводной болды. Мама жаңа жылға алып берген, ол кезде 2000 тұғын. Қазір беспроводной жоқ. Менің ана беспроводнойым істемей қалды, жасылым. Бірақ әлі үйде жатыр, бірақ істемейді. Оталық. Оны жақтары тоже дұрыстап жатыр. Міне Жангелдин ауданына 90 жыл дегенне көрініп тұрған жоқ шығар, бірақ маған көрініп тұр. Мен үстіме трэшердің худиін киіп алдым, толстовкасын, үстіне кеденді киіп алдым, сосын адидасын шалбарын киіп алдым. Ал кеттік, мен қазір соткамен ақшамды қалтама саламын да кеттім. Бастаймыз. Бітті осымен видео.